Желіде қаралы хабар тарады, барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум арма-қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Қаралы хабар: футболдан Қазақстан құрамасының экс-бапкері өмірден өтті. Қырғызстандық белгілі футбол маманы Борис Подкорытов 78 жасқа қараған шағында дүниеден өтті деп хабарлайды өзгеріс.инфо сайты. Ол Қазақстан менен Қырғызстан футболының дамуына сүбелі үлесін қосып, клубтық деңгейде ұлттық құрамалар сапында да жемісті еңбек етті. Борис Подкорытов 1993 жылғы Талдықорғандық Қайнар клубының тізгінін ұстады. Оның жетекшілігімен команда Қазақстан чемпионатының жоғарғы лигасына жолдама алды. Келесі маусымда Талдықорғандық ұжым ел біріншілігінің элитикалық дивизионды 6-шы орын иелеп, лайықты нәтиже көрсетті. Кейін маман Астана клубының жұмыс істеді. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық құрамасының жаттықтырушылары штабына шақырылып, Құрбан Бердиевпен бірге Серік Бердалиевтің көмекшісінің қызметін атқарды. 2005 жылғы Подкорытов қайтадан Қазақстан чемпионатына оралып, Жетісу клубының бас бапкері атанды. Алайда денсаулығына байланысты оны Талдықорғандық командадағы қызметі ұзаққа созылған жоқ. Осыдан соң еңбек жолын туған елінде жалғастырды. Дордой Динамо клубының жаттықтырып, 2006 жылы Қырғызстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметіне тағайындалды. 2008 жылы Дордой клубының бас директоры болып жұмыс істеді. 2011 жылы ұлттық құраманың жаттықтырушы кеңесшісі болды. Борис Подкорытов Қырғызстанда бірнеше рет жыл бапкері атанып, аймақтағы ең табысты мамандардың бірі ретінде танылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.